Насихат айту. Уа мұсылмандар, расында дін насихат. Бір хадисте Алла Расулы саллаллаху алейхи вассалам дін насихат деп айтады. Сонда сахабалар, уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, кімге қатысты деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллаға, Құранға, Алланың елшісіне, мұсылмандардың басшыларына және барша мұсылмандарға қатысты деп жауап береді. Насихат айтудың бірнеше әдебі бар. Олар мыналар: ықыласты болу, атақ даңқ немесе ашуды басу үшін емес, тек Алланың разылығы үшін насихат айту. Барлығының көзінше емес, оңаша қалғанда насихат айту. Барлығын көзінше айту, оның құпия ісін әшкерлеу болып саналады. Насихат айтуда тыңдаушыны ренжітіп алмау үшін жұмсақ, мейірімді болу. Насихат айтушы Алланың ашуына ұшырамау үшін айтқан нәрселерін өзі де орындауы керек. Алла тағала: ей мүминдер, өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар? Өздерің істемейтін нәрсені айту Алланың ашуын тудырады. Саф сүресі 2-3 аяттар. Ең жақсы насихат адамның өз-өзіне насихат айту арқылы нәпсісін жамандықтан құтқаруы. Әулие адамдарды жоққа шығарып, өзін құрдымға кетуден қорғауы керек. Егер ол өз надандығынан оларды жоққа шығаратын болса, онда ол адам алдымен олар туралы тиісті мәлімет алуы керек. Әулиелердің өмірі, насихаттары және ғибадаттары туралы нағыз дін ғұламаларының кітаптарынан оқып білу керек. Өйткені адамның өзі білмейтін нәрсені жоққа шығаруы тыйым салынған. Алла тағала былай дейді: өзің білмеген нәрсенің соңынан түспе. Расында құлақ, көз және жүрек барлығы есеп береді. Исра сүресі 36 аят. Яғни өзің білмеген нәрсенің соңына түсу дұрыс емес. Расында Алла тағала айтылған дене мүшелерімен жасалған барлық амалдарыңды сенен сұрайды. Қорыта келе, мәселе мына 3 нәрсеге келіп тіреледі. Ақиқаты айқын, анық нәрселердің артынан ер. Жалғандығы белгілі болған нәрседен аулақ бол. Сені күмәнға түсіретін нәрсені білетін адамнан сұра.